17-18 turda оңтүстік командасы дәл осы Б лигасының чемпиондары ретінде аяқ. Алаң елінің шабуылы өте қауіпті болуы мүмкін. Және гол, құрметті көрермен. Диас Ибадулла дәл қазір ашық қақпаға гол соқты. Диас Ибадулла. Диас үшінші голын соқты. Ал өте кереметті. Қараңыздаршы, қазір оң жақ қапталмен қандай тамаша пас. Бұл жерде Алихан Али, Элбек Абдукахаров барлық шаруаны жасап берді. Команданың ең үздік сұрмергені Алихан Али 8-ші нәтижелі пасын беруге. 11 ойында жеңіске жетті, 4 ойын тең. Алайда жігіттердің әрекеті орындалмады. Абдукахаров кезекті гол! Темірлан Ермек сол аяғымен тамаша соққы жасады. Өте ыңғайсыз позицияда болған еді. Бұл жерде қақпашы осындай әдемі соққыны күткен жоқ. Ал Темірлан Ермек бұл маусымдағы 12-ші голын соқты. Ойыншылардың қателігі енді Алихан Али. Қалайша қорғаныста осылай қателесуге болады. Бұндай қателіктерді Алихан Али секілді оңтүстік ойыншылары кешірмейді ғой. Қараңыздаршы, бұл жерде қалайша осындай қателік. Бұл жерде Батыр Думанұлы аяғына дұрыс тимей қалды өкінішке орай. Ал Алихан Али маусымдағы 21-ші голын соқты. 7-ші номердағы Алихан Али. Темірлан Ермек және есеп 4-0. Темірлан Ермек бүгінгі ойында. Ал голдан кейін қазір Диас Қабдырахимді ауыстырып тастаса да еш жаңалық болмайды секілді. Бірақ Дайырға қазір оңай болмай тұр. Ал Темірлан Ермек міне өте керемет өтіп кетті. Дайыр Қабдырахимді, анасы Адылхановта дубль атанды. Темірлан Ермек және маусымдағы 13-ші гол соқты. Жаңа ғана 12 қалалды командасын. Бүгін сондай нәтиже бола ма? Қазір және гол. Темірлан Ермек хет-трик авторы атанды. Есеп 5-0.
Және 6-шы гол соғылды. Есеп 6-0. Дәл қазір Оралхан Құлмұрат гол соқты. Оралхан Құлмұрат бұл маусымдағы 10-шы голын соқты. Қазір Темірлан Ермектің қос голынан кейін Темірлан ал қазір Киев Темірлан Ермек, Алихан Али қазір Темірлан Ермек бүгінгі ойындағы 4-ші голын соқты. Өте керемет, Алихан Али бірінші соққы жасаған еді. Қорғаушылар не қарап тұр бұл жерде. Ал Темірлан Ермек покер автор атанды. Бізде екінші кезеңде гол көп күттірген жоқ. Темірлан Ермек маусымдағы 10 тағы да доппен айвалана берілген пас. Соққы жасап көрген еді. Өте керемет мүмкіндік. Қазір қақпаға соққы бақтауға болады. Қапталдан керемет ақшыға Абдукахаров қазір соққы бақтауға мүмкіндік бермеу керек. Алихан Али құттықтау дайындаған екен. Элбек өте керемет ойнады. Міне қараңыздаршы, 2-1 ойыншыдан өтіп берді және Алихан Али бұл жерде дубль автор атанды. Алихан Али дубль автор атанды. Биылғы маусымдағы алаң иелерінің нәтижесіне назар салсақ, дәл қазір Алихан Али Қаде барлығымыз бірге. 9-0. Ермек осы Элбек Абдукахаровтың да бар екенін ұмытпайық. Қараңыздар шын. Допты Алиханға берсең, соның өзі жеткілікті. Алихан Али хет-трик автор атанды. Бұл ойыншы. Және гол! Орталық шептен Егор Куликов, Егор Садықов бүгінгі ойында бір гол соғуға болады. Нұрали Садықов қазір енді 3 гол, 2 нәтижелі пас автор атанған болатын. Соңғы рет Алтайға қарсы 15-ші турда Семейде өткен ойында гол соққан еді Нұрали Садықов. Өте тамаша пас. Темірлан Ермек құдды бір 3-1 есебімен ұтылып жатқандай жынданды Темірлан Ермек. Қазір ой, қақпа ашық. Дайыр қазір. Дайырдың қателігі қазір Даниял.
Тамаша пас алмасу және қақпашы рик жасайтын едім ғой деп. Куә боламыз. Сондықтан көгілдір экран алдында кетпеңіздер маусым.